маған қиянат жасады ғой оның қызы. Кезінде пышақ салды, оның бәрі газетке шыққан. Сонда маған пышақ салған адам ол менің қызымды керемет қылады деп отырсың ба? Кім сізге пышақ салды сонда? Құралай пышақ салған маған. Концерттің алдында пышақтап кеткен. Республика сарайының жанында. Ол вечерний Алматы деген газетке шыққан сол кезде. Покушение на Мақпал Жүнісову деген Нұрқаділовтың қызы деп тұрып шықты сол. Қай жеріңізге пышақ соқты? Қолға. Иә, сонда тамырдың жанынан кетті ғой, міне шырам қалған. Сонда больницаға алып кеткен кезде олар милицияға заявление жазады екен. Сол кезде. Содан милиция келді ғой. Ал ол уақытта уже мен концерт беріп жатырмын. Концерттен кейін маған хат келді. Түнгі сағат 1-де Зәкеңнің помощнигінен хат келді. Мақпал ертең президентке дейін жетіпті. Ертең милиция келеді, заявление менің қызым деп жазбасыншы деген Зәкең өтініш хат келді маған. Сол кезде мен Зәкеңді азамат ретінде, Құдай-ай, тірі қалдық қой әйтеуір, құрсын жарайды, оның қызы емес деп жазып берейін деп, сөйтіп жазған кезде мен сіңілім жанымда отырды, Марал деген. Маған айғайлады, есің дұрыс па? Ертең келіп сені өлтіріп кетсе кім жауап береді? Жазуың керек еді, соның қыз екенін. Неге жазбадың деп маған ұрысты. Мен айттым, обал ғой ана азаматқа. Қаланың дардай бастығы. Халыққа қандай жақсылық жасап жатыр. Қой құрсын, оның қызы емес деп жазып берейін. Деп, нет, вы что, это по-дружески деп жазып бердім.